Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Каспий магазиніндегі конкуренттерге және товарларға қалай анализ жасау керектігі жайында айтатын боламын. Ең алдымен Каспий приложениесіне кіреміз. Сондағы магазин деген бөлімге өтеміз. Мінекей мұнда қарасаңыздар категориялар бойынша бөлінген. Ол категориялардың ішінде тағы да подкатегориялар бар. Мысалы, кез келген бір категорияны таңдайық. Каспий магазинде енді жұмыс жасап жатқан болсаңыздар, онда желательно сертификат сұрамайтын категорияны таңдағандарыңыз дұрыс. Мысалы, товары для дома. Енді осының ішінен домашний текстиль таңдайық. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бұның ішінде тағы да подкатегорияларға бөлінген. Осының ішінде мысалыға комплекты постельного белья дегенді таңдайық. Кез келген бір товарды алып, соған анализ жасап көрейік. Каспий магазинде товарға анализ жасайтын кезде конкуренттің аз болғаны өзімізге жақсы. Мысал ретінде на комплектіні алсақ, міне мұнда 3 продавец, еще 31 продавец бар дейді. Яғни жалпы қосқанда осы комплектке 34 продавец бар. Бұл деген конкуренттің көптігін білдіреді. Енді бұдан шығып тағы да басқа бір товарға анализ жасап көрейік. Мысалыға мына комплектті таңдайық. Бұл жерде 3 продавец астында 20 продавец деген, яғни общий 23 продавец. Байқағандарыңыздай, именно осы подкатегорияда конкуренттердің саны өте көп. Мінекей осылай Каспий магазинде әртүрлі товарларға, конкуренттерге анализ жасай аласыздар. Мысалы ретінде тағы да бір категорияны зерттеп көрейік. Мінекей артқа қайтамыз. Посуда и принадлежности деген бөлімге кіреміз. Осының ішінде мысалы ретінде кружки, стаканы и бокалы деген подкатегорияны таңдайық. Мінекей оның ішінде пиалы дегенді таңдасақ, мұнда көптеген пиалалар шығып жатыр. Соның ішінде мұнда сакураның пиалайын таңдап көрейік. Мінекей мұнда 3 продавец, астында 14 продавец көрсетіліп тұр. Яғни общий 17 продавецті құрайды. Яғни бұл товарда да конкуренттердің саны өте көп деген сөз. Егер Каспий магазинде не сатамын, қалай жұмыс бастасам болады деп ойланып жүрген болсаңыздар, желательно сертификат сұрамайтын категорияларға, соның ішіндегі товарларға осылай анализ жасап, тексеріп көрсеңіздер болады. Мысалы, аксессуарлардың ішіндегі бір подкатегорияны таңдайық. Мінекей очки аксессуары ашылды. Осының ішінен мына бір очкиді таңдап көрейік. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бірақ продавец бар, яғни очкидің именно осы түрін бірақ адам сатады деген сөз. Егер бұл сіздің қалаңызда болмаса, онда тіптен жақсы. Осылай Каспий магазинде түрлі товарларға, оның ішіндегі сататын конкуренттерге анализ жасап, зерттеп, қалай неден бастасам болады деген сұрақтарыңызға жауап алсаңыздар болады. Тағы да бір айта кететін нәрсе, егер сіздің товарыңыз сертификат сұрайтын категориядан болатын болса, онда міндетті түрде сертификат жасатып алуыңыз қажет. Жалпы қандай категорияда сертификат сұралады, қандай категорияда сертификат сұралмайды, сертификат дегеніміз не, сол туралы бүкіл мәліметпен келесі видеода бөлісетін боламын. Айтылған ақпараттар ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.